көп кездесетін және де көп қойылатын сұрақтардың бірі бұл мессенджерлерді қалай қолданамыз, қай мессенджерді қолданған дұрыс, жалпы мессенджерлердің қандай түрлері бар, орда қайсында қандай ерекшеліктері бар деген сияқты. Достар, мессенджерлерді қолданған кезде техникалық жағынан түсіндіруді алдағы уақытта өтеміз. Бірақ та дәл қазір мен сізге теориялық жағынан ең алдымен қай мессенджерді құрастырмастан бұрын оның қайсысы керек екенін біліп алуымыз керек, е? Енді бүгін осы сұраққа жауап беретін боламыз. Жалпы қандай мессенджерлер бар? Бұл Қазақстанда ең көп қолданатын мессенджерлер бұл WhatsApp, Telegram, Facebook және де ВКонтакте. Бұл төрт мессенджердің төртеуі де біздің chatlit.io платформасында бар, және де оларды қолдану жағынан басқа платформалар қарағанда шынымен де оңай жасалынған, оңай түсіндірілген болып келеді. Мессенджерлерді таңдаудың ережелері бар. Ең алдымен ол өнімге қарауларыңыз керек. Өнім кімге сатылады? Өнім қалай жасалынуы керек, яғни қалай презентация жасалынуы керек? Өнімнің жалпы оны танитын адамдар көп пе, немесе аз ба деген сияқты. Бұл өнімнің жалпы анализіне кішкене ғана тоқталып өттім, бірақ та алдағы уақытта соны білулеріңіз керек. Бұл жерде қойылатын сұрақ, өнімді қай жерден көрсеткенде сіздің өніміңіз көбірек қызығады. Яғни мысалға курстарды көрсететін болсақ, оны қай жерден көрсеткен дұрыс? Инстаграмда тікелей курс бізде бар деп көрсеткен жақсы ма? Немесе Телеграмда көрсеткен жақсы ма? Андай арнайы группалардың ішінде арнайы бір бренд лицалардың чаттарында көрсеткен жақсы ма? Әлде оны сайтта көрсеткен жақсы ма? Яғни контекстті рекламаны қолданған жақсы ма? Бұл жерде қойылатын сұрақ, яғни өнімді қай жерде көрсеткен дұрыс? Екінші сұрақ, бұл аудиторияға қарауларыңыз керек. Аудиторияңыздың көп бөлігі жастар ма, орта жастағы адамдар ма, немесе егде жастағы адамдар ма? Егер де егде жастағы адамдар болса, оны Инстаграмнан көрсеткеннен көрі, WhatsApp'тан жібергенде, немесе Телеграмнан, ВКонтактеден көрі, WhatsApp, немесе Facebook көбірек жақсырақ нәтиже көрсетеді. Себебі ВКонтактеде егде жасағандар көп отырмайды. Соған қарай, аудиторияға қарай сіздер мессенджерлерді таңдауларыңыз керек. Ал егер де көбіне жастар болатын болса, онда Telegram қай мессенджер бар? Онда келесі қойылатын сұрақ, онда үш мессенджер де бар, мысалға, Телеграмда да бар, WhatsApp'да да бар, ВКонтактеде де бар, немесе Facebook'да де бар, төртеуі де болуы мүмкін. Осындай кезде біз қайсын қолданамыз деген сияқты. Бұл жерде келесі қойылатын сұрақ, бұл конкуренттеріңізге қарауларыңыз керек. Конкуренттер қандай мессенджерді қолданды? Қай мессенджерде әлі сіздің клиенттеріңізбен жұмыс жасалынған жоқ? Соны білулеріңіз керек. Екінші, егер де төрт мессенджердің төртеуі де болса, онда қай мессенджерде көбірек уақытын жұмсайды? Қай мессенджерде көбірек сообщениялар оқытылады? Осы сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Осы сұрақтардың жауабына қарай сіздер өздеріңіздің мессенджерлеріңізді таңдайсыздар. Яғни қай мессенджерде жібергендеріңіз дұрыс, қай мессенджерде көбірек келіскен жақсы екендігін. Осы сабақ толығымен түсінікті болды деген ойдамын. Енді үй жұмысы өзіңіздің клиентіңізге, өзіңіздің целевой аудиторияңызға, өзіңіздің конкуренттеріңізге қарай бір мессенджерді таңдап, сол мессенджерден автоворонка құрастыру.